Hə, бұл не деп ойлайсың? Бұл бай мектеп, ішке кірейік. Let's go! О, бәрі алтыннан жасалған ба? Маған бұл мектеп ұнап қалды. Вау! Өте керемет. Қайырлы таң, бай мектептің ақылды жастары. Оқып, дамитын уақыт келді. Сәлем. 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 Химия. Алтын химия сабағымызды бастайық. Бүгін мен сіздерге алтын жаңбыр тәжірибесін көрсетемін. Не? Алтыннан жаңбыр жауа ма? Осы екі ингредиентті араластырайық. Бірақ бұл алтынға ұқсамайды. Тек күтіңіз, жақында көресіз. Салқындаған кезде сізде алтын жаңбыр болады. Ал енді балалар, мен сіздерге мұны қалай алтынға айналдыруды көрсетемін. Оу. Бұл әсерлі көрінеді, бірақ мен сіздерге өзімнің қарапайым мектебімнен бір тәжірибе көрсетейін. Бастайық. О, құдайым. Мынаған қараңыз. Мен бұған дейін мұндайды көрмегенмін. Мен оны ұстай аламын ба? Жоқ, ол өте суық. Жарайды. Жақсы жасалды, Стефи, сен алдың. Дене шынықтыру. Бай мектеп дене шынықтыру уақыты келді. Кіріңіздер. Жарайды, футбол ойыны бастайық. Футбол. Хә, бұл не? Баскетбол қызу қанды болайық. Алға, алға, алға. Yeah. Енді мен көрейін. Жоқ. Бұлар допқа ұқсамайды, мен сіздерге көрсетемін. Бұл нағыз футбол, ойнайық жігіттер. Бірақ бұл алтын емес, жарайды. Енді баскетбол ойнайық. Маған сіздің ерекше дөңгелек добыңыз қатты ұнады. Өте жаңашыл. Ләззат алыңыз. Өнер сабағы. Жарайды, бай мектептің оқушылары, шығармашылыққа уақыт келді. Өнер сабағына қош келдіңіздер. Мен өнерді жақсы көремін. Мен де. О, бастайық. Мен айымды алтынға бойымын, бай мектеп стилі, солай ма? Мен айымды алтын тастармен әшекейлеймін. Бұл нағыз сән салтанат емес пе? Менің керемет идеямды көргенше күтіңіз. Жарайды, керемет нәрсе жасаңыздар, сіздерде 1 сағат бар. Менде де 1 сағат бар. Let's go! Алдымен оны жақсылап шайқау керек.
Жарайды, маған шедеврлеріңді көрсетіңдер. Менің алтын тастармен безендірілген айымды көріңдер, әдемі емес пе? Енді менің алтынмен боялған айымды көріңдер. Дәл мен сияқты. Менің супер қаһарман стиліндегі айымды көріңдер. Вау, өте ерекше және шығармашылық Стефи бола. О, рахмет. Түскі ас уақыты. Түскі ас кезінде кездесеміз. Okay. Hello. Алтын асханаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге не алайын? О, маған алтын бургер, картоп фри, алтын наггетс және алтын панчик ала аламын ба? Менде. Менде. Және алтын панчик. Сіздің барлық тағамдарыңыз алтыннан жасалған ба? Иә, Стефи, не қалайсың? Маған алтын алма бересіз бе, өтінемін? Әрине, Стеф. Білесің бе, менде бәрі жақсы, рахмет. Бұл қалжың керемет болады. Ей, жігіттер, менде ештеңе жоқ. Сендерге қосылсам бола ма? Я, әрине, отыр. Жылан. Алып таста. Кешіріңіз, бұл жай ғана қалжың болды. Жарайды, мен сені кешіремін, бірақ мұны қайта жасама. Менде шынайы тағам бар. Шынайы тағам, не айтқың келеді? Мен саған көрсетейін. Қаласаң, тіпті дәмін көре аласың. Дәмді. Ас болсын. Фонетика. Фонетика сабағымызды бастайық. Не істеп жатырсың? Жарайды, балалар, менің артымнан қайталаңдар. Абы. Сыды. Ас. Не болды, Стефи? Алтын әріп жапсырмаларың жоқ па ал? Рахмет. И. Жалғастырайық. Иш-к. А, боз, ей, фк, иж. О, П. Мұны кім жасады? Бұл мен емес, уәде беремін, олар бастады. Стефи, директор сені көргісі келеді. Қазір. Я, әрине. Мұнда кел, Стефи. Сәлем, директор. Сәлем, мен біздің мұғалімдерден сен туралы көп жақсы нәрселер естідім. Және сен бізбен қалуды қарастырасың ба деп сұрағым келді. Мен қалғым келеді, бірақ менің әлемім мені қажет етеді. Айтпақшы, сенің мұртың жаман, айналып кетті. Шынымен бе? Excuse me? Мен өз әлемімді, мектебімді, достарымды жақсы көремін. Ой, үй тапсырмасы, жүгіруім керек.
Kechirіңіз, мектеп автобусының уақыты келді. Ескерту шамдары қосулы. Қызыл шамдар жыбылықтап тұр. Тоқта белгісі. Ой, Даша кешігіп жатқан сияқты. Асығыңыз. Ой, жоқ. Мен кешіктім. Асығыңыз. Қайырлы таң. Кіріңіз. Қайырлы таң. Мені күтіңіз. Ереже нөмірі 1. Кешікпеңіз. Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Кіріңіз. Жақсы, басқаларды алайық, белдіктеріңізді тағыңыздар. Ереже нөмірі 2. Автобуста жүгірмеңіздер. Кешіріңіз. Балалар, автобус қозғалып жатқанда отыру өте маңызды. Бітті. Қайырлы таң, Элис. Тәлем. Жоқ, тамаққа рұқсат жоқ. Кешіріңіз. Кіріңіз. Мектепке дайынсың ба? Мен жалықтым. Даша, ұста. Мұны кім жасады? Ой, байқамай қалдым. Балалар, автобуста доп ойнамаңыздар және жүргізушіні алаңдатпаңыздар. Бұл қауіпті. Кешіріңіз. Мен қатты жалықтым. Балалар, қоқыс тастамаңыздар. Кешіріңіз. Енді қоқысты жинаңыздар, өтінемін. Балалар, біз мектепке келдік. Бір-бірден шығыңыздар, өтінемін. Эва, күте тұр. Не? Ештеңе ұмытпадың ба? Ой, мен рюкзагымды ұмытып кеттім. Балалар, автобуста заттарыңызды ұмытпаңыздар, әсіресе рюкзактарыңызды. Мектепте жақсы күн өткізіңіздер. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлем, балалар. Бүгін біз тығыздық туралы тәжірибе жасаймыз. Ой, керемет, тығыздық деген не? Тығыздық бізге бір нәрсенің өлшеміне қатысты қаншалықты ауыр екенін айтады. Тығыз заттар батады, ал аз тығыз заттар қалқып жүреді. Алдымен стаканға су құяйық. Содан кейін тең мөлшерде сироп қосамыз. О, сиропа? Мен сиропты жақсы көремін. Соңында бізге аздап май қосу керек. Енді олардың бөлінуін күту үшін бірнеше минут күтуіміз керек. Керемет. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сұйықтықтардың тығыздықтары әртүрлі. Сироптың тығыздығы ең жоғары, сондықтан ол төменде қалады. Ал майдың тығыздығы ең төмен, сондықтан ол жоғары көтеріледі. Балалар, енді жақындауға болады. Тәжірибенің екінші бөлігін бастауға дайынсыздар ма? Біз бұл стаканға әртүрлі заттарды салып, не болатынын бақылаймыз. Жақсы, Даша, металл гайканы стаканға сал. Ой, ол батып кетті. Металл гайка барлық сұйықтықтардан тығыз болғандықтан түбіне батып кетті. Ева, сенің кезегің. Мен жүзімді саламын. Бұл неге болды? Бұл жүзім майдан тығыз, бірақ судан аз тығыз болғандықтан болды.
Lego bölшегі майдың арасынан өтіп, судың бетінде қалады. Енді губка бөлшектерінің кезегі келді. Оларды бірге тастайық. Вау! Губкалар ең үстінде қалады, өйткені барлық сұйықтықтар одан тығыз. Керемет, енді тығыздықтың не екенін білемін. Жақсы, балалар, сабақ аяқталды, түскі ас уақыты келді. Ура! Кездескенше. Қыздар, қараңдаршы, менде Allegro тақырыбындағы түскі ас қорабы бар. Ал бүгін менде Марио стиліндегі тамақ бар. Дарша, сенде не бар? Менің тамағым бүгін Лего стилінде. Қыздар, бөлісесіңдер ме? Меніңше бұл керемет идея. Жақсы, жасайық. Оу, бұл не? Ішінде күріш бар екен. Көрейік. Мен осы Лего басын көрейін. Бөліскенде бәрі дәмдірек болады. Сәлем, сынып, бүгін біз футбол ойнаймыз. Бірақ алдымен жаттығу жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Даша, сен менің командамдасың. Біз сол жаққа барамыз. Ал сендер оң жаққа. Кеттік. Даша, қайда барасың? Доп мына жақта. Ой, Даша, не істедің? Уайымдама, мен мұны түзетемін. Жақсы, көрейік. Мен айттым ғой. Есіңде болсын, балалар, әрқашан мектеп автобусының ережелерін сақтаңдар және қауіпсіз болыңдар. Менің динозаврыма қараңдар. Вау, ой, жоқ! Тәтті түстер, Трекс. Ой, жоқ, Карнотавр аш болуы мүмкін. Шарнавр бәрі ұйықтап жатыр. Мұнда күте тұр, мен тез арада қайтып келемін. Ең дәмді құймақтар мен. Тәтті түстер, динозавр. Ой, жоқ, аттрактор аш болуы мүмкін. Мен асығуым керек. Мен келе жатырмын. Бәрі ұйықтап жатыр. Бақытты түстер, Дино.
Шалозавр бәрі ұйықтап жатыр. Фу, мен қазір ауыстыруым керек. Ух, тағы да ма? Фу, өте көп нәжіс. Ауыстыратын уақыт келді, алозавр. Менің кішкентай динозаврым, жылама. Жақсы демал, Дино. Ой, жоқ, Трекс қазір аш, мен оны тамақтандыруым керек. Кел, жүр, мұнда кел, Трекс. Мұнда күте тұр, тамақ жақында келеді. Ашайық. Бұл круассан осындай үлкен динозаврға тым кішкентай. Оны үлкенірек жасайық. Үлкен динозаврға үлкен круассан. Ой, жоқ, менің Трексім қайда? Ой, дыбыс сырттан шығып жатыр. Міне сен тентек динозавр. Жүрейік. Үйге барайық. Тамақ уақыты. Круассан. Сусыныңды рахаттанып іш. Жақсы бала. Ох, Тирекс. Ұйықтайтын уақыт келді. Жақсы ұйықта, Тирекс. Менің барлық динозаврларым қайда? Әне, ана жақта. Мұнда емес. Ұстап алдым. О, бұл жай ғана піл екен. Маған динозавр табу керек. Соны естіп тұрсың ба? Ол жақтан шығып жатыр. Таптым сені, кішкентай бұзық. Сені орап тастайтын уақыт келді, қайта қашып кетпеу үшін. Мұнда қал, Карнотавр. Енді қашу жоқ. Аттитуарапторды таба алмай жатырмын. Не қозғалып жатыр? Таптым сені. Енді жасырыну жоқ, Аттитуараптор. Таныс динозавр дыбысын естіп тұрмын. Жоқ. Ха, құйрығыңды ұстадым. Сен ұсталып қалдың. Сені мықтап орап тастайық, Дино. Мұнда қал, бұзық динозаврлар. Тоқта, бәрін оятып жібересің. Сен кішкентай бұзық, дәл сол жерде тоқта. Кел, жүрейік. 1, 2, 3, 4.
Ақыры барлық динозаврлар осында оралды.